Біздің мақсатымыз 100 мыңдаған қазақ баласына осындай дронды қалай жасау керек екенін үйрету. Үлкен жоба ғой мынау. Солай, мысалы, шекара қызметіне өте жақсы болады ол, мысалы, алыстан басқарылғаннан кейін. Біз жасамасақ, кім жасайды? Кім бастайды? Бастамасы болу керек қой, бір істің бастамасы болу керек. Ол қазақ таныту қажет емес ол. Танытатын бір ғана жол бар. Жапонды біз не? Жапонды Тойотаны еске аламыз. Сенің өндірген өніміңмен таныласың. Ешқашан сенің айтқан әніңмен, 4 жылда бір келетін көтерілген туыңмен емес, ол рекорд жаңалана береді. Бүгін сен аламын, ертең Колумбия алып кетеді. Бүгін бір жоба бастағалы жатырмын. Енді біздің қазақтың жігіттері біліммен, ғылыммен айналыспайды деп көп сын естіп жүреміз. Өткенде бір қазақтың жігіттерін көріп қалдым, дрон жасап жатыр екен. Сосын өте қатты қызықтым. Енді бұл мәселені біреу көтеру керек қой. Ақпаратты қолдау керек қой. Бәлкім елге жетпей жатқан шығар деген мақсатпен қазақты қолдау жобасын бастап жатырмын. Қазір сол дрон жасап жатқан жігіттердің үйіне келіп қалдым. Хабарласайық. Өзіме қызық болып тұр енді. Не мақсатта жасап жатыр екен? Қандай жоба? Қалай жалғасады? Бірге көрейік. Ассалаумағалейкум. Алло. Кизат аға, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Кеше хабарласқан Бекжан Базарбек дейтін айтыскер, журналист жігітпін ғой. Иә. Біз кеп тұр едік аға. Шығасыз ба? Болды. Ассалаумағалейкум. Ассалам. Ағажан, қалайсыздар? Жақсылар ма? Өздерің қалайсыңдар? Аллаға шүкір. Сауықтарың қалай? Әлеуметтік желіден көріп келіп қалдық аға. Қош келдіңдер. Қазақтың жігіттері дрон жасап жатыр, дамып жатыр, өнермен, ғылыммен айналысып жатыр дегеннен кейін өте қатты бір қызығушылық білдірдім, және көзіммен көргім келді. Болды, рахмет келгендеріңе. Енді біздің осы дронды осы ағамыздың үйінде жасап жатырмыз. Негізі менің үйім басқа. Осы жерде қазір жұмыс жүріп жатыр бізде. Сол дронды құрастырып, соны тест жасап, осы үйде істейміз негізі. Біз арнайы дронға деген гаражымыз жоқ, осы ағаның үйінде, осы кісіге жақын болғасын, осы кісінің үйінде сол дронымызды құрастырып жатырмыз негізі. Болды аға, онда көрейік. Кіріңіздер. Жол бастаңыз. Келіңіздер. Ал енді кіріңіздер. Біздің осы шеберханамыз қазірге осы қонақ күтетін үйде осындай тірлікті жасап жатырмыз. Кеше біздің тест жасаған дронымыз. Керемет үлкен ғой аға, көлемі. Негізі бұның көлемі ондай үлкен емес. Біз бұдан да үлкен жасауға міне қазір осындай бөлшектерін дайындап қойдық. Осындайдан құрастырамыз, бұларды біз 3D принтерде басып шығарамыз дағын өзіміз. Сосын осыларды құрастырып, барлығын жинап, осындай болып шығады ғой негізі. Бұл дрондардың қызметі не өзі аға? Не мақсатта жасап отырсыздар? Енді мына біздің қазіргі жасап жатқан дронымыз, бұл ешқандай да әскери, ешқандай ондай дрон емес. Қазіргі жасап жатқан біз бұның негізгі дамытаймыз деп жатқан бұның контрол жүйесін дамытуға басты күш салып жатырмыз. Өйткені болашақта ақылды дронды жасағымыз келеді. Мысалы, және көрерлік мақсатта, болмаса енді әр мақсатта бір жерге бір барып қайтатын өзі. Болмаса бір жерге барып бір зат тастап қайтатын деген сияқты. Ана жеткізу қызметін атқара ала ма сонда? Алдағы жоспарымызда бар, ондай дронды жасауға болады. Негізі біз қазір енді осының сол жүйесін сондай ақылды болуға дайындап жатырмыз. Қазір ұшуды 90% тұрақтандырып болдық. Енді сол ақылды жүйеге қарай көшіп жатырмыз негізі. Ақылды жүйе деген жасанды интеллект па? Жасанды интеллект деген негізі мысалы ұшып барады, бағытын біле алатын, ұшып барады жер бедерінен өзінің қай жерде тұрғанын анықтай алатын, GPS-пен өзінің тұрған жерін анықтай алатын, сонда биіктігін анықтай алатын, сондай бір жерге бір тапсырма орындап қайта алатын, сондай ақылды дрон жасауға біз барынша күш салып жатырмыз. Өткенде әлеуметтік желіден бар ғой аға. Осы шығыста тұрып бір батыстағы бір малды қайыруға болады деген сіздердікін көрдім ау деймін? Иә, сол ғой. Мен баги құрастырғам ғой, өздеріңіз білесіздер алдында. Сол багиді біз Starlink интернетімен жабдықтап, содан кейін соның үстіне осындай дронды қойып, багиді Starlink болғаннан кейін кез келген жерден басқарып, дронды да сол жүйемен басқарып, дронды сол багидің үстіне қойып,
солай мысалы шекара қызметіне өте жақсы болады ол мысалы алыстан басқарылғаннан кейін ол шаршамайды, ол ұйықтамайды мысалы да. Одан кейін дрон жоғары қарай көтеріліп жан жағын анықтай алады деген сияқты. И мал бағуға да жарайды ондай дрон, ондай жүйе. Ал біреу бизнес, алыстағы бизнесін басқаруға да жарамды болып қалуы мүмкін. Енді біз сондай бір жобаны істесек па деп, біздің қолымыздан келе ма деп осы ағамыз екеуміз ақылдасып солай ойластырғанбыз. Негізі мүмкіндігіміз бар екенін өзіміз сенімдіміз соны құрастыруға. Аға жаңа айтып қалдыңыз ғой, программаға байланысты. Программа енгізеді, сол арқылы басқарады деді. Оны қай жерде? Мына жерде бір компьютер көрмей тұрмын да мен? Үстінде ол дүниенің бәрі үстінде. Жүріңіздер көрсетейін. Енді осындай кішігірім үйде осындай тірлік істеген біздікі қызық негізі. Үлкен жоба ғой мынау. Иә. Міне осы біздің Қайрат ағамыздың көп уақыт өткізетін жері осы. Бұл жерде біздің жаңағы осы 3D принтермен міне қазіргі уақытта қарасаңыздар осы жаңағы дронның бір бөлшегін басып жатырмыз қазір. Қанаты болу керек. Қанатының үш орталары ма екен. Осыны басып жатырмыз. Бұл біткеннен кейін оның өзі міне қазір 2 сағат 56 минут, жалпы бір 10 сағаттай басады ғой осындай бір заттың өзін. Сонда бір дронды мынау тоқтамай басатын болса, бір 5 күн басады ғой. Тоқтамай жұмыс жасаған кезде. Мына жерден жаңағы басқару программаларын енгізеді. Иә, осы жерде басқару, бүкіл жаңағы программа жазу барлығын осы жерде жұмыс жасайды. Енді мынау несінің өзі сол ақылды жаңағы жүйесіне жауап беретін платасы. Осыған қазіргі уақытта біз программа жазып жатырмыз. Біздің дронымыз тек қана ұшуды емес, және айттым ғой, өзі ақылдылық жағынан да біздікі сол жүйеге қарай кетіп бара жатырмыз деп. Енді осы жерде міне Қайрат ағам түнімен жұмыс жасап, таңғы бір 7-8-ге дейін. Сол 3-4-2 сағат уақыт ұйықтап, қалған уақыттың бәрі осы жұмыспен айналысып жатыр. Сол таңғы сағат 8-дерде ұйықтаған, сол мазасын алмайық деп өзіміз кіріп, осындай видео түсіріп жатырмыз ғой. Қайрат ағамыздың үйі, енді Кизат ағам өзі мен түсіндіре берейін, ол кісі түнімен еңбек етті ғой деп, ұйқысын қиып, елдің бір күлкісі үшін жұмыс жасап жүрген азаматтар ғой. Мен қатты бір ризашылығымды қалай айтарым білмей отырмын. Ең болмаса осылай бір ақпаратты қолдау көрсетейікші, қазақтың жігіттер дамысыншы, көрсінші, жастар үйренсінші, не бір нәрселерді әлеуметтік желіден көтеріп отырмыз ғой, осындай ақпаратты қолдауды берейік. Қазақ ас деп шашылды, той деп шашылды, қазақ қашан ар деп, білім деп шашылар екен деп Ахмет Байтұрсынұлы айтып еді. Қазақтың мықты жігіттері болса, елім деп жүрген кәсіпкер жігіттер болса, осы кісілермен байланысып, осы жобаны қолдап жүрсе, ертең қаншама қазақтың жігіттері білімге, ғылымға деген құштарлықтар артар еді. Біз басында Қайрат ағамыз екеуміз бастаған кезде, осы дронды бастаған кезде біз былай ойлағанбыз. Қайрат ағаға айтқам, Қайрат аға, бізді халық қолдамады, мемлекет қолдамады деп айтпаймыз. Біз бір деңгейге жетпейінше деп. Қайрат ағам айтты, қандай деңгей деді. Мен айттым, Қайрат аға, біздің дрон ұшып шығу керек, бір тапсырмамен бір затты бір жерге тастап, қайтып келу керек. Мынандай контролер дейді ғой жаңағындай. Басқарусыз, басқарусыз барып келу керек. Сол дәрежеге жеткізетін болсақ, онда бізді халық қолдамаса, мемлекет қолдамаса, онда ол мемлекет пен халықтың жаңағы проблемасы. Ал енді біз сол деңгейге біз жеткізе алмасақ, ол біздің проблемамыз, ешкімге өкпелеу керек емес деп. Солай айтқасын, сол дәрежеге сіз контроль жүйесін жеткізе аласыз ба деп едім. Жеткіземін, проблема жоқ. Ал мына жағын мен реттеймін деген сияқты, сондай бір мақсатпен басында бастағанбыз. Сосын аға өткенде бір пікір оқып қалдым, сіздердің видеоларыңызды көріп отырмын, астында жазады. Бұны жасап не істейсіңдер сендер? Одан да шетелден сатып әкеле салмайсыңдар ма? Деп сондай бір ақыл айтып жатқандар табылды енді. Сіздердің оған бір пікірлеріңіз қандай аға? Енді мәселе көбісі жаңағындай пікірді айтып жатыр ғой. Енді шетелден сатып алғанда, мысалы дрондарды болсын, осындай технологиялық басқа заттарды болсын сатып алсақ, мысалы оның контроль жүйесін бәрібір сол шетелдік сол жасаған компаниялар басқарылады.
Сондықтан мысалы дронды мысалы қай жақтан Қытайдан сатып алайық, Түркиядан сатып алайық, мейлі Ресейден сатып алайық, қай мемлекеттен сатып алсақ та олардың рұқсатынсыз ол біз үшін істемейді. Өйткені олар оның бағдарламасы жабық болады біз үшін. Ал оны бізге бұзып кіру мүмкін емес. Сондықтан олар қалаған уақытында біз үшін пайдалы қыла алады, болмаса зиянды қыла алады да. Сондықтан ол шетелдің дайын өнімі Қазақстан үшін бір жақсылыққа апарады деп ойламаймын. Ал енді біздің осы жасап жатқан дронымыз, ол өзіміз жаңағы программасын өзіміз жасағаннан кейін, өзіміз жазғаннан кейін, ол тек біз үшін істейді, біз оны басқара аламыз. Ал шетелдік заттарды оны біз 100% басқара аламыз деген ол өтірік сөз болып қалады. Сондықтан сатып алу ол дұрыс емес деп өзім санаймын. Түсінген бойынша қараңызшы Кизат аға. Демек біз шетелдің дрондарын алсақ, оны қолданып жатырмыз пайдамызға. Бірақ олардың басқару жүйесі өздерінде болғандықтан, олар кез келген уақытта біздің дрондарды істетпей тастауы мүмкін ба? Иә, дәл солай мүмкін. Өйткені қандай болсын, әскери дрондар болсын, барлығын олардың рұқсатынсыз біз істете алмаймыз. Кез келген уақытта тоқтата алады, болмаса олар 100% ары қарай өздері басқарып кетуге мүмкіндігі бар. Технологиясы дамыған ел ешқашан ол құл болмайды ғой. Ешкімге тәуелді болмайды. Ұрпағымыздың болашағы кемелді болады, жарқын болады енді. Ол түсінікті ғой, бүкіл ел соны көріп біліп отыр ғой жалпы. Енді біз қазақтың біз сияқты жігіттері оянып осындай тірлікті істемесек, біз біреу істейді деп күтіп отыру ол ақымақтық болады. Бірақ бұл салаға не үшін мен осынша қызығып, осылай кіріп, осындай іс-әрекетті істеп жатырмын мысалы. Мен ең бірінші осы елімнің соңғы болашағы үшін алаңдаймын. Балашағымның болашағы үшін алаңдаймын. Енді осы алаңдаушылықтар осындай істерді істеуге бізді әкелді ғой жалпы. Аға бір ызалы болып тұрған сияқты. Бір қатты бір шынымен бір қоғамдағы мәселелер сізді алаңдататын, елдің болашағы алаңдататын көрініп тұр. Өйткені біз айтамыз ғой, осы ер азамат бәрін іште сақтайды дейміз, бірақ соның бәрін іске әкеліп отырсыздар, жасап отырсыздар. Бірақ енді нәтижесі дұрыс болмай қала ма деген қорқыныш бар ма сізде? Енді нәтижесінен қатты қорықпаймыз. Енді бұл істі бастаған кезде біз сенімділікпен бастадық. Енді өйткені мен өз қалтамнан қаншама миллиондаған ақшамды салып тастадым. Енді нәтижесіне алаңдайтын болсам, мен бұл ақшаларымды, дүниемді салмас едім. Менің алаңдайтыным осы ісімізге жалпы елімізде қызығушылық таныта деген мәселе да. Сол қызығушылық танытса, мысалда Қазақстанда мен мысалы осы істе бастағаннан бері маған қаншама өнер тапқыштар былай келіп жолығып сөйтіп жатыр. Кейбіреулерінің өнер былай істеген істерін қарасаң, кәдімгідей қызығатын істер. Бірақ ол кісілердің барлығы сол маған жолыққан адамдардың бәрі инвестор іздеп жүрген адамдар да қарасаң, қолдау таппай жүрген адам. Бізде сонда кімге қолдау көрсетеміз деген түсінік та. Бізде сол сияқты мысалда біз қаншама қазір инвесторлермен жолықтық, мысалда бізді қолдаймыз деген адамдармен жолықтық. Барлығы былайша айтқанда технология деген, Қазақстанда технология дегенге сенбейді да. Былайша айтқанда қазақ баласы жасай алады дегенге енді Қазақстанда оған ешкім сене қоймайды жалпы. Бірақ енді біз өзімізге сенімді болғаннан кейін енді осы істі бастап жатырмыз ғой жалпы. Біз жасамасақ кім жасайды дейсіз? Иә, біз жасамасақ кім жасайды? Кім бастайды? Бастамасы болу керек қой, бір істің бастамасы болу керек. Осы дронды бастағалы Қайрат ағамыз осы 3-4 сағат қана ұйықтап жатыр. Қалған уақытын осы жаңағы дронның жүйесін дамытуға бүкіл жан дүниесімен кірісіп жатыр. Мысалы бүгін ол кісі маған звондаған кезде таңғы сағат 8-де ұйықтайын деп жатырмын деді. Енді қазір қанша болды сағат? Сол 10-дардан ұйықтаған шығар енді. Міне сағат 2 болып қалды. Енді ұйқысы қанды ма, қанбады ма білмеймін. Оятып көрейін енді. Ол кісі ренжімей ме? Негізі мен әурелемей қойыңдаршы, өздерің түсіре беріңдерші деп не істеген енді. Қазір көрейін енді оятып. Камера кірсін, камерадан кейін кірейін. Тәй жеп қоймайын. Қайрат аға. Қайрат аға,
қалыңыз қалай? Ау. Ұйықтап жатыр енді ары қарай. Осылай. Тамадым. Сіз сөйлесіп көріңіз. Кірейін. Көке, ассалаумағалейкум. Көке, біз жақсы жоба бастап жатыр едік. Құдай қаласа сіздерге қызығатын кәсіпкерлер бар, елдер бар, қаншама меценаттар бар. Солармен бәлкім байланысып қаласыздар деген ниетпен үлкен YouTube жоба бастап отыр. Мен өзім 300 000 оқырманым бар жалпы әлеуметтік желіде. Сіздерге соғып жақсы жоба бастап отыр екенсіздер. Елмен көпір болайық екі ортада. Бәлкім бір пайдамыз тиіп қалар. Шіркін-ай, қазақтың небір атымтай жомарттары бар. Өздеріңізбен байланысар деген бір ниет қой аға, кішігірім. Сонда бір жуынып шайынып алыңыз. Қайрат ағамыз ұйқысынан тұрып қазір жуынып шайынып алып күтіп тұрмыз. Аға болдыңыз ба? Иә. Амансыз. Ассалаумағалейкум. Тағы жүрейік аға. Сізді күттік қой аға. Жаңа біраз нәрсені талқыладық. Енді өзіңіздің жалпы осы жобаның жетекшілік етіп жүргеннен кейін біраз сұрақтар бар. Жай онда түсіндіре кетейін. Істеп жатқан жұмыстар жөнінде. Аға, бізге мынандай нәрсені түсіндіріп жіберіңізші. Халыққа, халықтың қандай қажеттілігін өтейді деген сұрақ көрермендердің де назарында деп ойлаймын. Қандай қажеттіліктер өтейді? Бұл дрон бар, жаңа жасанды интеллектпен біріктіремін деп жатырсыздар. Енді қандай қажеттілік дегенде, қандай қажеттілік болса да толық егер жасанды интеллекттің көмегінде болатын болса, кез келген қажеттілігіңді орындауға дайын бол. Бірақ оны қазақ қазірден бастап игермесе, кезінде анау орыстар басып кіруден бұрын қазақ зеңбірек балқыта білмеген қателігін қайталайды. Одан сорақы деңгейге түседі. Мысалы, міне ChatGPT-ді, Gemini дегендерді көріп отырсың да, жасанды интеллекті қандай ақылды, иә? Анау деген адамның миы сияқты, жай ғана. Бірақ оның денесі жоқ қой. Ал енді Тесланың жасап жатқан Бостонның роботтарын қара. Ол денесі. Енді таяу бір 10-15 жылда миымен дене қосылады. Ол кезде қара қазаққа қара жұмыс жоқ болады, мүлдем жоқ. Сенің істеп отырған дене еңбегінің ешқандай құны қалмайды. Дене еңбек қазірдің өзінде мына ChatGPT ой еңбегін алып жатыр. Сен компьютермен жұмыс істейсің ба? Бол қалдың. Компьютердағы сен бұрын қайталама жұмыстарың, ол ешқашан ол жұмысыңды алып қала алмайсың. Иә, мысалы мына MCU жаңағы мына мешікті үйренетін болсаң, осымен сен дрон жасайсың ба, робот жасайсың ба, жоқ әлде заводтың жаңағы қондырғыларын бәрін басқарамын дейсің ба? Бәрі оп-оңай болады. Яғни бұл C тілінде жұмыс істейді. Жабдықтың тіліне ең жақын тілді. Мысалы қазір жаңа мына шамды қостың ғой? Иә. Шамды қосқан кезде мынау адамға мынау түсінікті ғой, мысалы блоктар міне. Сандық жазу, қайсы адресі, одан кейін қандай бұйрық бересің, жоғары не төмен. Өстіп бере саласың. Мына жерде толып жатқан функциялар бар. Бұлар қазір мансаровшыққа зор көмегі болады. Мысалы, сен малың, мысалы, кеште ұрған кезде бір-екі малың кем болды. Иә. Бірақ оны сен компьютерға, дронға сен үйреткенсің. Мына қасқа сиырдың түрі мынау, шолақ жылқы мынау деген сияқты. Дрон жібересің, сен оны бүйтіп қарап отырмайсың. Өз тауып көреді. Қарап отырмайсың. Астан қарайтын болсаң, анау видео сигнал жібереді ғой. Видео сигнал жіберген кезде батарейканың 30% соған кетіп қалады. Яғни батарейканың қуатын үнемдеу үшін сен оны жасанды интеллект бересің де, ол ұшып шығады да, сол 80 км квадрат, mesela 100 квадрат километр жерде, сол жерде шолып шығады да, сенің сол жоғалған сиырың қайда тұрғанын GPS-та ғана орын бар ғой, жіберіп береді, координат өсін саған жіберіп бере салады. Түк қиындықсыз-ақ сен малың тауып аласың. Немесе орманда адасып кеткен адамдарды түнде қызыл инфранұрмен адам денесінің жарығымен оны байқауға болады. Жоғалып кеткен адамдар табуға болады. Иә, табуға болады. Жаңа видеода көрдің ғой, менің анау 7 жыл бұрын жазған программамды. Иә, үйреткен. Осының бәрі, мысалы, тағы толып жатыр. Мысалы, орман өртін кішкентай шоқ кезінде адам көре алмайды, бірақ мынандай камералармен көре алады. Мысалы, ол толқындардың температурасы жоғары болады ғой, бірақ адам көзі көрмейді оны, бірақ мына камералар сезе алады алдын ала. Яғни шоқ кезінде байқап өрттің алдын алады. Өрттің алдын алады, мысалы. Көрерменге тағы түсінікті болу үшін дронға жасанды интеллектті орнатқызады.
жасанды интеллект орнатқаннан кейін оған қандай тапсырма бересің және оны қай жаққа пайдаланғың келсе де ол сенің еркің, солай ғой аға? өзі. Яғни мал шаруашылығына пайдаланамын, малымды бақтырамын десең барып адамның қызметін алып малды да бағады, малың жоғалып кетсе барып малың тауып береді, адам жоғалып кетті десе программаға енгізіп сол адамды табуға болады. Демек бұл технологияның бір жаһандануының бір үлгісі, тіпті өрттің алдын алуға болады дейді. Осындай табиғи апаттардың алдын алатын біз ғылым білімді қалай қолдамаймыз ағайын? Еліміздің шекарасы мысалы қаншама созылып жатыр, бірақ жансанымыз аз ғой. Бұл жасанды интеллекттің бір жақсы жері бұлардың есте сақтау адамға ұқсамайды. Мысалы бала кезіңдегі мектепті қазір есің ал десең, ол бір кәдімгі видео сияқты қойылмайды ғой миыңда. Иә, бұлыңғыр. Ал бұлыңғыр болады. Ал компьютерде олай болмайды. Оның көрген дүниесі видео сияқты анық тұрады. Шекарадан кеше шолып өткендегі жолда бір мысалы 20 километр биіктіктен адамның аяқ ізін байқай алады. Кешегімен өзгерісті компьютер салыстырады да лезде біледі да ол. Мына кеше мына із жоқ еді, ертең мына із бар. Немесе бір шөпке жасырып бірдеңе қоятын болса, шөптің орналасу өзгерсе бірден біле қояды. Ал оны адам сарбаздар сеже не қалмайды оны. Кешегі сен видео деңгейде сақталмайды ғой сен өткен жерлерің. Ал мына жасанды интеллектпен шекара қорғанысы мысалы, ана контрабанда деген сияқты осылардың көбін алдын алуға болады. Өзіміз 20 миллион ғой, бірақ жеріміз кең. Ал осындай кең аумақты жасанды интеллектпен күзеттірсек, адам күші үнемделеді. Мына жерде мына Қайрат ағамыздың жасаған осындай робот иті бар. Бұл қазақ тілінде программаланған. Міне қарасаңыздар, нысанға еру деп бәрі қазақша бұл жерде ше. Енді мысалы нысанға еру деген бұның өзінің бір тағы да бір несі бар. Соған мысалы мына қызыл түске ергізек деп біз жасап қойдық. Қазір қызыл түске көрсетсек, міне ереді. Қай жаққа несең, сол жаққа қарай ереді. Көрдіңіз бе? Енді түсінікті болу үшін аға халыққа. Мысалы, бір заттың немесе бір нысанның артынан еру қажет болса, мүмкін машинаның, мүмкін қойдың артынан еру керек болса, тек соны енгізіп қоямыз программаға. Артынан ереді. Артынан ере береді. Бұл роботтың артынан еткізіп болады. Мысалы, бұл жерде тұстану деген бар. Қызыл түсті танып тұрмын. Иә дейді. Көрдіңіз бе? Енді жасыл түске жоқ, емес деп тұр. Бұл емес менікі дейтін. Көкті беріш. Көкті де танып тұр бұл, емес дейді. Қызылды қайтадан көрсек, қызылды міне. Иә деп тұр. Дәл осындай мынау робот ит жобасы. Негізі бұны Америка бөліскен. Осыдан бір 8 жыл бұрын ба, open бар, ашық. Содан ілесіра Қытайлар үйренді де, осындай робот иттер жасап бастап кетті. Қайткенмен Қытай анау әлемдік завод деген атағы бар ғой. Америкада жасалса ол қымбат болып кетеді. Ал Қытай бұны арзан түрін жасап кетті. Негізі бұл программалар барлығы open, ашық. Ашық интернетте бар. Зерттеу мақсатында бүкіл адамзатқа қосқан үлес қой енді. Американың университеттерінің. Оны бізде істеуімізге болады. Қаржы болса, қолдау болатын болса, негізі осыны үлкен жасайын дегенмін. Мынаның бәрін Қытайдан алдырдым осыны. Программасын өзім қайтадан жазып шықтым осыны. Дәл осының үлкен жасауымызға Қытай сияқты, адам сияқты роботтар жасауға ол мүмкіндік бар. Осының бәрі мына ашық кеңістікте бөлісіп отыр оны технологияны. Тек қайталасаң болды. Бірақ былай айтсаң, бір оңай дүние екен деп ойлап қалады көбі. Мына дрондарда open ашық кеңістікте бар бұлар. Қалай құрастыру не бұл. Бірақ оны істеп шығу үшін сенде негіздік білім керек болу керек. Негіздік білім болмаса, оны қайталау, оны өзі бір қиын нәрсе. Мысалы, Бетховеннің бір пианоның күйін ноталар тұр ғой. Сен бір көріп ақ сен қазір шалып кетпейсің ғой сен. Пианодан сен қабан дағды ғой, үйрену керек. Үйрену керек. Соған негіздік білім болатын болса, бізде тура Қытайдың істеген жұмыстарын біз қайталай береміз. Робот жасау, мынандай ит болсын, дрон жасау, барлығын істеуге болады, мүмкіндік бар. Аға, мен сіздің ойыңызды түсінгенім, демек әрбір қазақтың баласы осы технологияға, нанотехнологияға, әлемдік жаһандануға ілесетін болса, біздің еліміз үлкен бір дәрежеге, деңгейге жетеді, Қытай сияқты. Керемет, алпауыт бір мемлекеттермен тереземіз теңестіруге мүмкіндік бар. Мүмкіндік бар, әбден бар, 100% бар. Аға, оған қазақтың білімі жетпей отыр ма? Қабілеті төмен ба сонда біздің? Білім емес. Қазақтар, мен көп қайталағым, өзімде Фейсбукта айтып, қазақтар жеңіл өмір дағдысына үйреніп қалған халық. Мысалы, ән айтса, және қазір жұлдыздардың бір өмірі де насихатталып кетті ғой, әртүрлі отбасылық мәселелер. Мағынасыз нәрсенің артын қуып кетті, елестерді қуып кетті. Ал мынау шынайы нәрсе, бұл сенің тамағыңды шешеді, сенің амандығыңды шешеді. Сенің болашағыңда
не жей алатынын, не кие алатыныңды осы шешеді. Екі сөздің бірі қазақтар айтады, пәленше қазақты танытты Олимпиада, пәленше қазақты битті деп. Соқыр болмаса, кез келген адам әлем картасынан ортасында тұрған дәуелді бірден көреді оның Қазақстан екен. 9-шы орында тұрмыз. Біз ана бір ұсақ құрттай ел емеспіз біз. Ол қазақ таныту қажет емес ол. Танытатын бір ғана жол бар. Жапонды біз не? Жапон десе Тойотаны еске аламыз. Сенің өндірген өніміңмен таныласың. Ешқашан сенің айтқан әніңмен 4 жылда бір келетін көтерілген туыңмен емес, ол рекорд жаңалана береді. Бүгін сен алғанмен ертең Колумбия алып кетеді, басқа біреу алып кетеді. Ол жуылып тұратын нәрсе ол. Құмға жазған хат сияқты ол. Ал мынау тасқа ойып жазған хат сияқты ол қалады мәңгілікке. Түсіндім аға. Ол да әрине оның да бір өзіндік орны бар. Дегенмен біздің назарымызды қоятын дүние осы технология. Назар, халықтың назары неге бұрылса, мысалы, жеке адамда сол. Сен назарыңды ғылымға бұрсаң, ғылыми адам боласың. Дінге бұрсаң, сен өз діни саладағы адам боласың. Спортқа бұрсаң, спорт. Бізде қазір, мысалы, адам тамақ жегенде белгілі витамин кем болатын ма, сен ауру боласың ғой, дұрыс па? Витамин барлығын үйрен. Бірақ тағдырың шешетін салаға сен назарыңды көбірек аударуың керек. Мысалы, технология заманы деген. Біз талай опық жеген қалыппыз. Зеңбірек жасай алмағандықтан, мылтық жасай алмағандықтан не болып кеттік біз? Босып кеттік қой. Талай қырылдық артынан. Қалмақтарға да, орыстарға да қырылдық. Енді келмесек, роботтарға қырыламыз біз. Со дәуір келе жатыр. Робот жұмысыңды да алады, жеріңді алады, барлығын алады. Ойдың маржанын айттыңыз. Не сен роботтың иесі боласың, не роботтың сұрыпталып кететін дүниесіне айналасың да сен. Орныңды ол басып кетеді. Қазірден бастап үйрену керек қазақ. Айтып отырмын ғой, мен біреуді қорқытып отырғаным емес, ChatGPT-ге қара ақыл деңгейін қандай. Ол 20-30 профессор келсе де, ол ChatGPT жеңеді. Өйткені адамзаттың анау пайда болғаннан қазірге дейін бүкіл жазба дерекмен ғылым, мәдениет, өркениет барлығын ол игеріп алып отыр. Сондай бір адам тұрса қасында, сен онымен қалай бір жұмысқа таласа аласың сен? Кімді алады мысалы? Сен ала ма, ананы ала ма? Қазір оған айттым жаңа, оған дене біткел тұр. Робот, яғни. Оған дене бітсе не болады? Бұрынғыдай сен қара жұмыспен ақ тамағын тауып жүріп, тамақ табу қиын болады. Енді тамақ тауып жүріп, ертең не жеймін деген шеше алмайсың сен. Сол деңгейге түседі. Кезінде осы алаш арыстарда Оян қазақ деп Міржақыптар 24 жасында кітап жазды. Одан кейін мына Ахметтер маса болып елді оятып кеткен осы ғылым білімге үндеу болды да. Жаңа да айтып отырмын мен, қазағым ас деп шашылды, той деп шашылды, ар біліміз деп шашылатын уақыт келген жоқ па деген Ахмет Байтұрсыновтың негізгі түйінді сөзін алға тартып осы бағдарламаны жасауға бел будым. Аға, сіздің бір ниетіңізді көріп өзімде бір әсерленіп отырмын. Бәлкім бір көрермен, бізден бір жас өрен көрер, мүмкін бір аға кәсіпкер көрер. Осы жобаны қолдап, жастар, ертең біздің болашағымыз, бізде мысалы Ахметтерге, Міржақыптарға, кешегі алаш арыстарына ешқандай ренішіміз жоқ. Өйткені олар елдің жолында өзін беріп кетті. Ғылымға лингвистикам болсын, руханиятың болсын, мәдениетің болсын, Қаныш Сәтбаевтар мысалы ғылымның негізін салып кетті. Оларға өкпе жоқ. Ал бізден кейінгі ұрпақ ертең біздің бетімізге түкірмесіне кім кепіл? Біз не істедік? Той-тойладық, басқа қылдық, әндеттік, ахаху, сахаху, көл айттадық деген сияқты. Түптеп келген кезде ұрпаққа беретін дымымыз қалмай ма деп қорқыныштан туған бағдарламаға сіздің ниетіңізге риза болып отырмыз. Енді бұйырса аға, дронды ұшырып көрсек. Маған қызық болып тұр бұл. Біздің мақсатымыз 100 мыңдаған қазақ баласына осындай дронды қалай жасау керек екенін үйрету. Осындай кең алқапқа келдік. Қайрат аға қазір түсіндіріп жіберсеңіз бізге қалай ұшады, мұнамен қалай басқарасыз? Жаңа үйде түсіндіргендей, бұл дрон кәдімгі дрон емес қой бұл. Енді UAV дейді оны ағылшынша. Дрон 4 мотормен тік көтеріледі. Ол кезде дрон болады. Сосын кәдімгі ұшақ сияқты соңғы 5-ші мотормен алдына қарай ұшады. Бұның кәдімгі дронмен айырмашылығы, дрон ұзаса бір жарым сағат 40 минут қана ұшады. Ал мұнан регулировкаларын дұрыс істейтін болсаң 4 сағатқа таяу ұша алады. Яғни бұл шарлау, жаңағындай түрлі
қызметтерді атқара алады, дрон сияқты тез бітіп қалмайды бұның несі. күшті аға. Сосын біздің мақсатымыз бұл жерде көп ойлап қалады, дрон жасап былай бір хайп жасау екен деп. Бұл жерде дрон жасау ол қызық емес бұл жерде. Жаңа айттым ғой, бұған жасанды интеллект өзі ойлана білетін қабілетті қосу біздің ең басты міндетіміз осы. Сосын мынаны тек қана бұл ұшу жүйесін бір қалыпқа келтіру үшін ғана жасап отырмыз. Қалыпқа кетіп болған соң бұған жасанды интеллект қосамыз. Және ұшақтың көлемі бұлай болмайды, көлемін кеңейтеміз. Дәу түрі болады. Онда батарейка көбірек сияды, сосын жаңағындай ойланатын модульдарын қосуға болады, процессорларды, жасанды интеллект. Біздің мақсатымыз осы, бұл жерде бір дрон жасап, бір ары-бері ұшырып, бір ойыншық сияқты ондай мақсатта емеспіз біз. Нақты елге пайда келтіретін жұмыс, үлкен проект ретінде қарап отырсыздар ғой аға? Иә, жоба ретінде. Бәрібір көрерменге қызық, мынау қалай ұшады деген 1000 рет естігеннен бір рет көрген жақсы ғой. Бір көріңізші көтеріп. Жақсы, кел. Әуелде алаш болған ұранымыз, бүгінде ойын күлкі құмарымыз. Өсекпенен төсектен аспай жатсақ, ағайын оған біздер кінәліміз. Ғылым таппай мақтанба деп жырлаған, абайдан көп қой біздің ұғарымыз. Сол мақсатта сіздерді іздеп келдім, сөнбесін деп лаулаған шырағымыз. Ой, шап. Ғылым іздеп, еңбекпен дрон жасап, үлгі болған жігіттер тұмарымыз. Өнер тапқыш ағалар жасай берсін, ел үшін қызмет болып қыларымыз. Көп болып ел қорғайтын дронымыз, аспанда еркін ұшсын қыранымыз. Ой, тамаша. Аман болыңыздар ағалар, ел үшін қызмет жүре беріңіздер. Құрметті достар, мына шығарылымды әрбір қазақ көру керек. Бір қазаққа болсын жіберсеңіз, онда елдің өркендеуіне қосқан үлесіңіз. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Достар, ассалаумағалейкум. Бүгін Кизат мырзаның баги көлігін құрастырғанын естіп, осыны өз көзімізбен көруге келдік. 3 ай ма, енді нақты уақытын білмеймін, сондай уақытта жасап. Кизат аға, жалпы жоспар, жоба күшті. Мен риза болып отырмын. Өйткені біздің қазақтың жігіттеріне осындай дүниелерді насихаттауымыз керек та.